Қазақстанның үшінші елдерге экспорт мүлдесі 10%-ға артуы мүмкін. Сенат өзара саудадағы техникалық кедергілерді жою келісімін ратификациялау туралы заңды мақұлдады. Құжатқа қол қою Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартта ескерілген. Қазақстан мен үшінші елдер арасындағы шикізаттық емес өнімдер бойынша тауар айналымы өткен жылы 48 миллиард доллардан асқан. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 33%-ға көп. Еліміз өңделген тауарларды көбіне Қытай, Өзбекстан, Түркия мен Нидерландыға экспорттайды. Бұған дейін Еуразиялық экономикалық одақтың 52 техникалық регламенті қабылданған, 46-сы күшіне енді. Осы 46-сы қазіргі уақытта тауарлардың 80%-ын қамтиды. Бұл бүкіл тамақ өнеркәсіп, жеңіл өнеркәсіп, ішінде машина құрастыру, ең Қазақстанның керек импорттық экспорттық бағыттарына арналған тауарлар. Қалған 6-ы жақында 2025 жылға дейін күшіне енеді.